Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің аты-жөнім Ракишева Айзат Жанатовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нарықтық экономика. Өткен сабақта сіздер дәстүрлі, яғни аграрлық экономикамен таныс болғансыздар. Бүгінгі сабағымызды оқу арқылы сіздер нарықтық экономиканың даму ерекшеліктерін түсініп, нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтайтын боласыздар. Оқушылар, сабағымыздың барлық кезеңінде барынша белсенді боласыздар деген сенімдемін. Оқушылар, сабағымызды бастамай тұрып, сіздерге нарық сөзіне байланысты ассоциация әдісін пайдалана отырып, кемінде 4 ұғым құруларыңызды сұраймын. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Біріншіден, ол әрине бәсекелестік. Екіншіден, тауар. Үшіншіден, кәсіпкерлік. Және де төртіншіден, сұраныс. Жарайсыздар оқушылар, сіздердің де берген жауаптарыңыз дұрыс болғандығына сенемін. Әрине, бұл саралау тапсырмасы болғандықтан, жауаптарыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен нарық дегеніміз тауар өндірісі мен айналымы заңдары бойынша ұйымдастырылатын айырбасты сипаттайтын тауар қатынастарының жиынтығын білдіреді. Басқаша айтқанда, нарық нақты тауар сатушылар мен оны сатып алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе механизм. Ал нарықтық экономика дегеніміз еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал жабдығына меншік нысандарының көптігі, нарықтық баға белгілеу шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы шарттық қатынастар, мемлекеттің шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласуы қағидаттарына негізделген экономика. Яғни, тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, оны бағдарламалау және реттеу саласы нарықта біріктірілетін экономика. Нарықтың пайда болуының 3 тарихи шарты қалыптасқан: қоғамдық еңбек бөлінісі және мамандандыру. Еңбек бөлінісі арқылы қызмет алмасуға қол жеткізіледі. Нәтижесінде, белгілі бір еңбек түрінің қызметкері кез келген басқа нақты еңбек түрінің өнімдерін қолдана алады. Өндіргіш күштердің дамуымен еңбек бөлініп мамандандырылады. Мамандандырудың өсу материалдық өндірістің жаңа салаларының пайда болуымен қатар жүреді. Ал екінші шарт — өндірушілердің экономикалық ерекшелігі. Не шығару, қалай шығару, өнімді кімге сату керек сияқты шаруашылық шешімдерді қабылдауда толықтай тәуелсіз және дербес. Егер қоғамда шаруашылық қызмет субъектілері жекеменшік құқығына ие болмаса, нарық өмір сүре алмайды. Ал үшінші шарт — транзакциялық шығындар мәселесін шешу. Жекеменшік құқығын беруге байланысты айырбас саласындағы шығындар. Олар субъект таңдап алған шаруашылық қызметіне рұқсат алуға, тауардың қасиетін мөлшерлеу бойынша келісім жүргізу үшін ақпарат іздеуге байланысты шығындарды қосады. Оқушылар, QR-код арқылы ұсынылып отырған ақпаратпен танысып, плюс-минус әдісі арқылы нарықтық экономиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтаңыздар. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, болжамды жауабына назар аударыңыздар. Жарайсыздар оқушылар, сіздер бұл тапсырманы орындауда еш қиналмаған деген ойдамын. Нарықтық экономика келесі белгілермен сипатталады. Атап айтсақ, экономикалық ресурстарға жекеменшік болуы, нарыққа кедергісіз кіруді қамтамасыз ететін еркін бәсекелестік, экономиканың бір саласынан екінші капиталдың құйылуы, қандай технология арқылы көлемде қандай өнім өндірудің, оны кімге сатудың шешетін көптеген тәуелсіз өндірушілердің болуы, қандай өндірушілердің қандай тауар сатып алуды өзі таңдайтын көптеген тұтынушылардың болуы, кәсіпкерге бизнес саласын анықтауға мүмкіндік беретін, ал жұмысшыға еңбек нарығында еркін жүретін нарыққа қатысушылардың барлығын жеке еркіндігімен, ұсыныс пен сұраныс әсерінен баға қоюдың стихиялық сипатымен, құнына қарай эквивалентті айырбаспен, кәсіпкерлердің оларға ресурстарды үнемдеуге, жаңа техниканы өндіруге, жұмысшы күшін қалыпты жағдайда ұстауға мәжбүр ететін түсім түсірудегі ең жоғарғы деңгейде көтеруге бағыт алумен сипатталады. 15-17 ғасырлар аралығында Батыс Еуропа елдерінде нарықтық инфрақұрылым белгілері пайда бола бастады. Яғни,
Ол елдердің экономикасы аграрлық қоғамнан индустриалдық қоғамға өтуге тиіс болды. Өндірістік төңкеріске қолөнер мен мануфактуралық өзгерістердің әртүрлі салаларындағы жаңалықтар мен техникалық жетістіктерді қосылды. Оқушылар QR-код арқылы ұсынылып отырған ақпаратпен танысып, ұсынылып отырған кестені түртіп алу стратегиясы арқылы толтыруларыңызға кеңес беремін. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударыңыздар. Жарайсыздар оқушылар, тапсырманы дұрыс орындап шыққандарыңызға сенімдімін. Ал мен сіздерге осы өндірістік төңкеріс кезінде пайда болған жаңалықтармен таныстырып өтейін. Джеймс Уатт ағылшын өнертапқышы буу машинасын алғаш жасаушы. 1757 жылдан бастап Газгуда университетте механик болып жұмыс істеді. Онда ол папен қағазын пайдаланып, қантқан бу температурасының қысымға тәуелділігін зерттеді. Нюкко мен бу машинасының моделін кемелдендіре отырып, бу шығымы конденсаторды цилиндрден оқшаулау арқылы азайтуға болатындығын дәлелдеді. Осы идеяны басшылыққа ала отырып, 1765 жылы тәжірибелік, ал 1768 жылы ең алғашқы бу машинасын құрастырды. Джеймс Харгривс Стинкелде ағаш ұстасы және қарапайым тоқмашы болып жұмыс істеді. Шамамен 1760 жылдардың басынан бастап, ол иіру құрылғыларын жетілдіре бастады. 1765 жылы арзан үнді маталарының бәсекелестігімен күресіп, ол механикалық иіру доңғалағын, ал бірнеше жылдан кейін иіру машиналарын ойлап тапты. Джеймидің айналдыру дөңгелегінде 8 тік шыбық және бір доңғалақ болды. Роликтерді тағудың орнына 2 блок ағаштан жасалған арнайы пресс болды. Жылжымалы ілмектер көлбек жақтауға орналастырылды. Оқушылар, экрандарыңызда көріп тұрған сілтеме бойынша ұсынылып отырған ақпаратпен танысып, Кюзис ойынның тапсырмаларын орындауға шақырамын. Оқушылар, сұрағымызға назар аударайық. 1800 жылы француз банкі құрылды. Берілген ақпарат жалған ба, әлде ақиқат па? Дұрыс жауабы әрине ақиқат. Келесі сұрағымыз: 1861-1865 жылдары азамат соғысының аяқталуымен қай елде өнеркәсіптік төңкеріс пен индустрияландыру аяқталып, нарықтық экономика нығайды? Дұрыс жауабы әрине ақш-та. Келесі сұрағымыз: 1867 жылы Мэйдзи Муцукито айналасындағылармен бірге отырып, қай елдегі әлеуметтік экономикалық жүйені өзгертті? Дұрыс жауабы әрине Жапонияда. Европа экономикасында көшбасшы болу үшін Англиямен бәсекеге түскен елді анықтаңыз. Дұрыс жауабы Франция. 1799 жылы кімнің билікке келуі француз буржуазиясының нарықтық экономиканы дамытуға бағытталған ұстанымын күшейте түсті? Дұрыс жауабы Наполеонның. Келесі сұрағымыз: 17 ғасырда әлемдік банкир рөлін атқарған елді анықтаңыз. Дұрыс жауабы Англия. Жарайсыздар оқушылар, берілген барлық сұрақтарға мүлтікпей жауап бергендеріңізге сенімдімін. Оқушылар, экрандарыңыздағы QR-код бойынша ұсынылып отырған ақпаратты оқып, нарықтық экономика түрлерімен танысып, ұсынылған категориялар бойынша жіктеу тапсырмасын орындауға кеңес беремін. Оқушылар, берілген кілт сөздердің төменде ұсынылып отырған 4 категорияға дұрыс жүктеу керекпіз. Бірінші кілт сөзі Миттельштанд. Бұл әрине германдық үлгіге тән. Келесі кілт сөзіміз
халықты байту. Бұл әрине америкалық үлгіге тән. Ал үшінші кілт сөзіміз бейбіт мақсат. Ол әрине жапондық модельге тән. Соңғы кілт сөзіміз теңсіздікті қысқарту. Әрине, бұл шведтік модельге тән. Жарайсыздар оқушылар, тапсырманы дұрыс орындап шыққандарыңызға сенімдімін. Қазіргі заманға нарықтық экономика ол айқын қағидаттарға негізделген жиын. Нарықтық экономика болу үшін міндетті түрде жекеменшік, бәсекелестік, еркін және нарық анықтайтын бағалар болуы тиіс. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер экономикалық жүйелердің түрлері туралы білімдеріңді пайдалана отырып, экономикалық дамудың ерекшеліктерін түсіндіңіздер және әртүрлі елдер мысалында нарықтық экономикаға тән белгілерді анықтадыңыздар. Өздік жұмыс ретінде сіздерге Қазақстанда нарықтық экономикаға көшу барысындағы жетістіктер мен қиыншылықтарды оң және теріс әдіс арқылы ұсынылған дескрипторларды негізге ала отырып, кестені толтыруға кеңес беремін. Бұл жұмысты орындау үшін экрандарыңыздағы көріп тұрған QR-код арқылы ұсынылған ақпарат пен қосымша мәліметтерді пайдалануларыңызға болады. Оқушылар, бүгінгі сіздер көп жаңа мәлімет алдыңыздар деген ойдамын. Болашақта алған білімдеріңізді пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды нысана әдісін пайдалана отырып, кері байланыс жасауға кеңес беремін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.